Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнамға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен тағы бір рет осындай қыстық керемет банка салат түрін жобалатын боламыз. Үй ішімізге қатты ұнады. Сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шамалы уақыт ұстайтын салат екен. Осылай кәдімгі галбусилар сияқты, дәмі де ерекше, көрінісі де ерекше, қою керемет салат екен. Осылайша салат жауып алдық. Қыстың қамын жаз ойла деп, күннің ыстығында шыр-пыр болып, бала-шағамен шамалы әбіршіп, улап-шулап жауған салатым. Сіздерде жасап көріңіздер. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Болгарскийлері ешқандай езіліп, жаман болып кетпейді. Бізге керек заттар болгарский, пияз, сәбіз, чеснок, қалампыр, помидор. Помидордың бәрі огородтан. Бұл жерде мен болгарский ғана үйдікі емес. Болгарскийлерім шамалы кішкентай болып қалды жабу үшін. Осылай барлық заттарымды аршып, жуып, тазалап, дайындап алдым. Ал ең алдымен осындай бір капуста. Менде ол жерде 17 кило помидор, сосын 10 кило болгарский болды. Ол болгарскийдің бәрі кеткен жоқ. Осындай қызыммен, баламмен улап, шулап, шашылып, осындай помидорларымызды ет тартқыштан шығарып алдық. Қызым жағаласып, мен де істеймін деп, қызыммен жағаласып жасап алған жеріміз бар. Одан кейін ең кішкентай ұлым да келді жағаласып. Осылай жан-жақымызға шамалы шашып алып, улап тұрып, помидорларымыздың бәрін ет тартқыштан тартып алатын боламыз. Суы шығып, менің помидорларым шамалы еттілеу помидор болды. Сондықтан салатымыз қоюлау болды. Помидорымызды шығарып, дайындап алғаннан кейін, пияздарымызды осылай үлкендеу қылып тураймыз. Бәрін турап алатын боламыз. Осылайша салатымызға керекті заттардың бәрін турап, дайындап алатын боламыз. Бірінен кейін бірін салып, мен таңғы 10-да бастаған салатымды 2-де жауып біттім. Балалармен улап, помидорымды теріп келдім. Одан жуып, тазалап, турайым дегенше сол уақытқа барды. Менде алғаш рет банка жабу болды. Банка мен мүлде бұрай алмайтын едім. Білмеймін, қалай болатын, атылып кете ма деп бір жағы қорықтым. Маған постоянно жолдасым бұрап беретін еді банкаларымды. Мен тек құйып беріп, дайындап беріп отыратын едім. Бұл жолда асығыс кететін болып қалған соң, банкам дайын болып тұрды. Сонымен біреуін бұрап көрсетіп берді де, сонымен кетіп қалды. Қалғанын тәуекел деп өзім бұрап шықтым. Менде де жүрек бар ғой. Біреулеріңіз айтуларыңыз мүмкін, ол оңай ғой деп. Мен үшін ол қиын бір дүние болды. Осылай сәбізімізді шығарып аламыз. Үкіштен сәбіздерімізді де шығарып алған соң, одан кейін чесногымызды, қалампырымызды ет тартқыштан тартып аламыз. Осылайша барлық заттарымызды алдын ала турап, шығарып, дайындап алатын боламыз.
жалпы салатымызға кететін көкөністердің бәрін турап дайындап алдық. Болгарскийіміз, чеснок қалампырымыз, 1 кесе ақ майымыз, капуста, пияз, сәбіздеріміз бәрі дайын. Тек қуырып, помидор соғымызға дейін дайын болды. Қазанымызды қыздырып, оның үстіне 1 кесе ақ майымыз құйып, ақ майымыз құйып алғаннан кейін оның үстіне пиязымызды салатын боламыз. Майды қыздырып тұрып саламыз. Мен қысқа қылып салып жатырмын, бәрімізге түсінікті болсын деп. Осылайша пияздарымыз бәрін салып аламыз. Пиязымызды жұмсарғанша қуыратын боламыз. Өздеріңіз байқайсыздар. Пиязымыз қуырып болғаннан кейін оның үстіне сәбізді салып жібереміз. Сәбізімізде өзінің суын жоғалтып, шамалы майға қызғаннан кейін өліңкіреп қалады. Содан кейін артынша капустамыз саламыз. Мен 1 капустаны салдым. Сіздерге пока асығыста болғаннан кейін жартысын турап көрсеттім. Жартысын қуыру барысында турап тастадым. Осылай капустамызды салып алып, капустамызды салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Пиязымызда, сәбізімізде 10-15 минуттан қуырылады. Сосын капустамызды салғаннан кейін тағы бір 15 минуттай қуырылатын болады. Қуырылған үстіне осылай тұзымызды саламыз. Тәпке көріп өздеріңіз саласыздар тұздарыңызды. Нешке істеулеріңізге қарай. Бәлкім сіздер азырақ істейтін шығарсыздар. Мен көптеу істеген соң өзім жоба тұзды салдым. Осылай тұзымызды салып аламыз. Сосын және чеснок шығарып алған чеснок қалампырымыздың жартысынан азырағын осы ішіне салатын салмамыздың ішіне салып аламыз. Қалғанын соғына салатын боламыз. Осылайша салып алғаннан кейін жақсылап араластырып тағы қуыра береміз. Одан кейін хемли деген приправамызды саламыз. Осылай салып алғаннан кейін әбден қуырамыз. Болгарскийдің ішіне салып алатын салмамыз дайын. Менде салмам ыстық болғаннан кейін ішіне салуға шаман қиналдым. Қолдарым күйіп, суытып салсаңыздар да болады. Менде суытып салуға уақыт болмады. Жалпы күйеуім 4-те кетем дегеннен кейін мен оған 2-ге дейін дайындап істеп берем бәрін деп айтқан болатынмын. Бәрібір де үлгермедім, бірақ осылай бәрін салдым. Қолым күйіп салмасын бәрін салып алдым.
бұл жерде болгарскийлерім жартысы, әлі жартысын ішіне салып жатырмын. Мен сіздерге асығыстау болғаннан кейін жартысын салып көрсетейін деп тұрмын. Осылайша томатымыз, помидор согымыздың үстіне болгарскийлерімізді саламыз. Менде құрғатылған укроп бар еді, құрғатылған укробымызды саламыз. Оның үстіне тұзымызды, жарты пиала, кішке пиаладан шекер салатын боламыз. Помидорымыздың қышқылдығын шамалы алатын хемли-семлимізді салдық. Приправа. Осы жерде лавр листін салсаңыздар да болады. Менің тұз, шекер салған видеолы жерлерім түспей қалған. Камера қосылмай қалып кетіпті. Осылайша керек заттарымыз бәрі салып, чеснок пен қалампырымызды да салып, 30-35 минут қайнататын боламыз. Баяу отта, қатты отта қайнатпаңыздар. Болгарскийлер жарылып кетуі мүмкін. Соның үшін баяу отта қайнатып алатын боламыз. Осылайша арасында араластырып қойдым. Еш қорықпаңыздар. Негізі болгарскийлеріміз жарылып кетпейді. Уже жалпы мендікі қайнап бастады. Осы көбіктері тарап, көбіктер басылғаннан кейін уже болгарскийлеріміз дайын деген сөз. Еш қиындығы жоқ екен. Жалпы жасап көруге, жасап жеуге тұрарлықтай салат екен. Менікі уже қайнап жатқан кезде, сосын болгарскийлеріміз дайын болғаннан кейін асығыс салмаңыздар, асықпай осылай қасықпен теріп салыңыздар. Шөмішпен әлде ожаумен салсаңыздар, банкаға түсетін кезде олар жарылып кетуі мүмкін. Осылай мен біртіндеп банкама теріп салып шықтым. Салу кезі шамалы қиындау болуы мүмкін. Асықпай сала беріңіздер. Осылай банкама теріп, бәрін дайындап салып шығатын болдым. Осылайша асығыста жауып алған банкілеріміз де дайын. Төгілген жерлерге мән бермеңіздер. Барынша ұқыптылап жауға әрекет жасадым. Сода да шамал шашылып, төгіліп кетті. Осылай соқтарын болгарскийлеріміз теріп салып шыққаннан кейін үстінен соқтарымызды құйып шығатын боламыз. Сіздермен болған Гүлбахар. Қазақша арна дамуына үлестеріңіз қосып, лайк, комментария жазып, қолдау білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта жеңіл рецепт түрлерін тағы да салатын боламын. Барынша қолдау білдіріп кетіңіздер.